Мектеп білімнің қайнар бұлағы, әсемдік пен ізгіліктің ордасы. Абай атындағы нөмірі 4-ші мектеп лицейі 1986 жылы ашылған. Бір айтқаны бір елге бұра болар, қайран біздің бабалар, ғұламалар дегендей. Мектеп ұлтымыздың мақтаны, данада, дара тұлға Абай есіммен аталады. 1989 жылдан бастап қазақ сыныптары ашылып, білім беру үрдісі екі тілде жүргізіліп келеді. 1995 жылы мектепке қалалық кеңестің шешімімен Абай есімі берілген. Мектепте оқушылардың жан-жақты білім алуына, спортпен шұғылдануына, әсемдік пен әдемілікті түсініп, эстетикалық талғамның өсуіне толық жағдай жасалған. Миссиямыз табысты мектептің негізі сапалы білім, ұлттық құндылық, жоғары құзыреттілік. Абай атындағы нөмірі 4-ші мектеп лицейі өскелең ұрпақты тәрбиелеуде халықтың ұлттық құндылықтары мен педагогикалық дәстүрлерін қолданудың оң тәжірибелерімен бөлісіп келеді. 2023-2024 оқу жылында облыстық олимпиаданың жалпы қорытындысы бойынша жаратылыстану математикалық бағыты бойынша үздік мектеп номинациясымен марапатталды. 2-7 сынып оқушылары арасында өткен зерттеу жобаларының республикалық кезеңінде жүлделі бірінші орынды иеленіп, қаламыздың, облысымыздың абыройын асқақтата отырып, жеңімпаздарымыз мектебіміздің мақтанышына айналып отыр. Біздің мектеп STEM Академия компаниясы ұйымдастырған республикалық байқауға қатысып, 200-ден аса мектеп арасынан белсенді мектеп номинациясының жеңімпазы. Білім алушылардың көркем шығармашылық белсенділіктерін шыңдау мақсатында мектебімізде ұлттық аспаптар оркестрі, вокал жанры, би өнері қарқынды жұмыс жасауда. Ізденіс пен шығармашылықтың арқасында оқушыларымыз өнер саласынан да жүлделі орындар иеленуде. Мектепте заман талабына сай, заманауи деңгейде сапалы білім беруге мүмкіндік беретін заманауи дидактикалық, техникалық және материалдық ресурстармен жабдықталған 6 кабинет бар. Барлық оқу және әкімшілік кабинеттері, кітапхана, коворкинг орталығы, компьютерлік техникамен, цифрлық білім беру ресурстарымен, ғаламтормен қамтамасыз етілген. Мектебімізде IT сыныбы, робототехника, информатика кабинеті бар. IT сынып заманауи компьютерлермен, жоғары жылдамдықты ғаламтор, қажетті веб-бағдарламалармен қамтылған. Сонымен қатар мектебімізде коворкинг орталығы жұмыс жасайды. Мектебімізде оқушылардың зияткерлік қабілетін дамыту мақсатында бірнеше жобалар жұмыс жасайды. Олар оқуға құштар мектеп, педагог-волонтер, промұғалім, зерде, қызық сабақ, Абай альянсы. Осы жобалардың арқасында мектебіміздің шәкірттері көптеген жетістіктерге қол жеткізуде. Абай альянсы жобасы аясында көптеген іс-шаралар атқарылды. Ұлы ақынның шығармашылығын насихаттау, оқушылардың өлең оқуға деген ынтасы мен талабын ашу мақсатында Абай өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысы, ақын Абай, хәкім Абай әндер атты ән сайыстарын ұйымдастырды. Қалалық, облыстық деңгейдегі Абай оқуларында оқушыларымыз биіктерді бағындырып, жеңіс тұғырынан көрінді. Ұлы ақын Абайдың мұраларын насихаттау барысында Абай дана, Абай дара қазақта атты үгіт насихат байқауын өткізу дәстүрге айналған. Аға буынның педагогикалық әлеуетін өзектендіру арқылы ата-аналардың позитивті мәдениетін дамыту мақсатында мектебімізде даналық мектебі клубы қызмет жасайды. Ата өсиеті, әже даналығы, аға қамқорлығы, жеңге кеңесі клуб секциялары Қазақстанда тұратын этностардың мұрасын ескере отырып, қызықты кездесулер мен тақырыптық іс-шаралар ұйымдастырады. Ата-аналарда педагогикалық қолдау шеберханасы аясында ашық есік күндері мен педагогикалық кездесулер өткізілді. Мектебімізде ұлттық құндылықтарымызды үйретіп, соны өмірде пайдалана алатын тұлғалардың қалыптасу арқылы өзіміздің ұлттық кодымыздың қалыптасуына игі ықпал етті.